студенттер, бүгін сіздермен бірге туризмдегі жарнама туралы түсінік тақырыбын қарастыратын боламыз. Мен бұл тақырыпты менеджмент және туризм кафедрасының аға оқытушысы Пакетбек Анар Тұрбекова. Жалпы туризмдегі жарнаманы түсіну үшін біз ең басты осы жарнамадағы басты элементтердің бірі жарнаманың жалпы түсініктері мен сол жарнаманың теориялық негіздерін қарастыру керекпіз. Жарнама деген түсінікке тоқталатын болсақ, кез келген арқылы жарнама презентация формасы мен тауардың, қызметтің немесе белгілі бір ойдың алға жылжуын айтамыз. Жалпы жарнама сөзі латын немесе француз тілінен енген кезде қатты айғайлау немесе жарнама деген мағынаны білдіреді. Жарнама дегеніміз белгілі бір фирма, тауар немесе қызметтері жайлы мағлұматтардың бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялануы деген жалпыға ортақ анықтама бере отырып, таралуына қарай жарнама арқылы және жарнама болып бөлінеді. Газет бетін сатып алып жарнамалау ол арқылы деп аталатын болса, енді қарапайым белгілі бір мемлекеттік құзырдағы дүниелерді немесе фирманың бұқаралық ақпараттар арқылы таралуын жәнегі жарнаманың жанама бағытына қарай бөлеміз. Яғни оның тиімді тәсілі мектепте, қарттар үйінде, тағы да басқа мекемелерде фирманың өз өнімдерін тегін таратуын қарастырамыз. Жарнаманың басты өзіндік болмысына, басты өзінің теориялық негізіне үш қызметі болып қарастырылады. Бірінші ол нарық кеңістігінде әйгілі болу, яғни белгілі бір қызметтің, туризм саласындағы қызметтердің ортада тұтынушыларға таныстырылуын немесе жеткізілуін айтамыз. Екінші, фирманың беделін арттыру, яғни фирмада үлкен бәсекелестік ортада өзінің танымалдығына ие болуды қарастырамыз. Үшінші, тығырыққа тірелген кезде өз беделін сақтап қалу мақсатында жарнамалауды жүзеге асыру. Яғни қандай да бір жағдай болғанда да, ішкі және сыртқы факторлардың әсері болған жағдайларда жарнаманың өзіндік ықпалының маңыздылығын қарастырып кеткеніміз жөн болады. Жарнамаға әйгілі маркетолог Филипп Котлер былай анықтама берген: жарнама нақты қаржыландырудың қайнар көзі, көрсетілген ақпаратты таратудың ақылы құралдары көмегімен жүзеге асатын коммуникацияның өзіндік нысаны деп қарастырады. Ал американдық маркетинг ассоциациясының берген анықтамасы бойынша, жарнама бұл тапсырыс берушінің нақты төлемі мен тауарларды және қызмет көрсетудің кез келген формасы, және ол тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, тұтынушыларға қызмет көрсететін және маркетингтің құрамдас бөлігі болып табылады деп тұжырымдайды. Яғни бұл екі тұжырымдарға да назар аударатын болсаңыздар, жарнама ең басты ол кез келген қызметті немесе тауарды жылжытудың бірден-бір басты құрал болып саналады. Мәдениеттанушылардың пікірінше, ежелгі және орта ғасыр заманында қоғамдық рухани өмір салты ауызша формада көрініс тауып жалғасып отырған, яғни барлық біз мәліметтерді тек ауызекі сөз таралуымен айғақты дәлелдер қарастырып отырғанбыз. Оны жарнамалық мәтіндердің ауызша нұсқаларын дәлелдейді. Саудагерлердің айқайлары жарнаманың ерекше жанрын қалыптастырды. Бұл жарнамалар мынандай жағдайларға бағытталған. Яғни тауар мен қызмет көрсетудің ұсыну түрінде. Екіншісі, жаяу қолөнершілердің делдалдарының шақырулары. Үшінші, жарнама құралдары кешені. Төртінші, элементтер мимика мен жесттер арқылы ұсынылып отырған. Яғни бұл аталып кеткен жағдайлар ең алғашқы жарнамалардың тарату құралдары қатарына жатады. Ежелгі Грекияда көркем өнер және қолөнершілердің жасаған бұйымдарын фирмалық таңбамен белгілеу дәстүрі қалыптасқан. Осылайша қазіргі жарнаманың әдіс-тәсілдері болып табылатын таңбалы құралдар меңгерілуі ежелден бастау алғанын аңғаратын боламыз. Енді мәдениет дамуының бастапқы кезеңдерінде
жарнама жазбаша мәтін түрінде шығара бастады. Әрине, бұл жазудың пайда болуымен сипатталады. Антикалық кезеңде жарнаманың басты назары, яғни өз тауарын өткізуде, өз қызметін қалыптастыруда белгілі бір мәтінмен, белгілеу сол кезде қалыптасқан. Бұл нені білдіреді? Яғни жарнаманың өзіндік алғашқы белгілері, элементтері сол екі заманда негіз алғанын қарастырады. Жарнамада жалпы мәтіндер бүгінгі заманның өнер таңбасы емес, олардың бастаулары ежелгі замандардан көрінетіндігін айғақтайды. Яғни қазіргі таңдағы афишалар, плакаттар, сауда маркасы, жарнамалық акциялар сияқты құбылыстардың барлығы ерте замандағы құбылыстардың жалғасы болып саналатынын дәлелдейді. Қорыта келгенде, жарнама ол жарнама беруші қарамағынан шығатын бұқараның мақұлдауын, дауыстарын алуы, тұтынушылар мен тұтынушылар санын көбейту және табысты көбейту мақсатында алдын ала ақысы төленген тауар, қызмет, қоғамдық қозғалыс немесе тұлға туралы баспа қолмен жазылған ауызша немесе бейнелік хабарлама деп нақтылы сауда туралы жарнама кітабының авторлары Беклешев және Барановтың жарнамаға берген анықтамасынан тұжырымдамаға келсек болады. Бұл дегеніміз, жарнама ең бастысы тұтынушыларға жеткізілетін құрал ретінде ең алғашқы ерте заманнан басталса, қазіргі күнге дейін осы тұжырымдамасын жойған жоқ. Жалпы бүгінгі теорияның басты мақсаты біздің туризм саласында қолданылатын жарнаманың басты элементтері ерте заманда алған жарнамалық құбылыстардың элементтерін жалғасы ретінде айқындап кеткеніміз жөн. Құрметті студенттер, назарларыңызға рахмет.